Сәлем достар, Назиме Арайдың каналына қош келдіңіздер. Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Достар, мен бүгін шұғыл түрде видео бастап жатырмын. Описаниеден көріп тұрғандарыңыздай, бүгін Назиме Арай ұйқысынан тұрғанда егізге айналып кеткен, екеуі бірдей киініп алған еші. Екеуі егіз болып кеткен ғой, кәдімгідей. Енді не істейміз, қазір сіздерге көрсетемін. Таң қалып отырмын, осы жерде отырып ойланып. Видео өте қызықты болайын деп тұр. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Қазір сіздерге көрсететін болам. Қараңыздар достар. Екеуі бірдей киініп алған. Егізге айналып кеткен еще. Бірдей спортивка киіп алған. Назым. Арай. Мыналар ұйықтап тұр ма, не істеп тұр? Не, что-то бірдеңе ұқсайды. Не? Жасыл, қызыл. Екеуінде де бірдей. Сонда бұлар егіз роботқа айналып кеткен ма? Достар, шынымен егіз роботқа айналып кеткен бұлар. Басып көріңізші. Кім? Зәлем. Потолок, достар. Назым роботқа айналып кеткен. Бұл менің егізім. Егізім дейді, басу керек бұнанда. Сәлем, бұл менің егізім. Біз екеуіз егіз роботпыз. Назым мен Арай егіз роботқа айналып кеткен. Енді не істеймін мен, қыздарым? Робот болып кеткен ғой. Адам емес. Бұл Қалай жұмсаймын мен роботты? Бұл ақша. Бұлар ақша. Екеу менікі. Сендер қалай роботқа айналып кеттіңдер? Бұл сұқ. Бұл шабдалы сұқ. Біз егіз екенімізді білмейміз. Бізді біреу жасап кетті. Қазір мен мына жерден пульт тауып алайыншы. Пультпен басқару керек сияқты бұны, достар. Пульт қайда екен? Қазір пульт тауып керек. Olmay жатыр мына жерде. Біз пультты таптық. Жақсы болды, таптыңдар ма? Міне. Молодец. Осы пультпен сендерді басқарады. Қайда? Рахмет, роботтар. Мына ортасын басып көрейінші. Қатып қалады екен ортасын бассаң. Мына шетін басып көрейін. Секіріп кетті. Тоқтаңдар. Қатырып тастадым. Қатырып тастайыншы. Секіріп кетті. Бұларға күшті заданиялар берейін, достарды. Үйді жинатып қойсам бекерін аңғараңдар. Шашылып жатыр үй деген. Ортасын бастым. Роботтар, сендер менің үйімді жинап беріңдер. Менің Назым мен Арайым болғанда үйді жинайтын еді күштетіп. Жарай. Енді роботтарға үй жинатамыз. Егіз роботтар, достар, қараңыздар. Роботтар үй жинап жүр. Өте қызықты видео, достар. Айтпақшы, сен неге бізді түсіріп жүрсің? Жай әшейін түсіріп жүргем. Мен қатырамын. Сәлем, достар. Домалақ бастар. Лайк басыңыздар. Үйді тап-таза қылып жинап жатыр роботтар. Достар, көрдіңіздер ма? Екеуі робот егіздерге айналып кеткен. Қазір мен оларға үйді жинатып қойдым, екеуіне. Енді күшті бір тапсырма ойластыру керек. Не ойластырсақ болады? Комментарийға жазып кетіңіздер. Жинап болдыңдар ма? Бұларға мен не істетейін? Мына қызға таппақ айтқызайын. Таппақ айтшы маған. Роботтар таппақ айталым екен керек. Рахмет саған, әліппе. Көп нәрсені үйреттің. Таныстырып әріппен тақылдап жүретін. Екінші робот Назым, сен маған билеп бер. Қандай би?
Лизгинка билеп бер маған. Робот Назым. Егіз ан жаққа барып тұр. Бұл биле алмайды. Я, егізің енді қасыңда жүру керек қой, сен не істесең, соны істеу керек сен егізің. Болды, жарайды, тоқта. Түнк. Қатық қалыңдар. Бұлай болмайды, достар. Бірдеңе істеуіміз керек. Бұл екеуін роботтан шығаруымыз керек, қалайда. Не істесек болады, комментарийға жазып кетіңіздер. Қалай робот қайнап кетті екеуі де. Кеше ғана тым жақсы болып жүреді, бүгін деген робот егіздерден алып кетпесе, бірдей кино оған, бірдей бірдеңе істейді, бірдей біреуі кітап оқыса, екеуі де бірге кітап оқиды. Не істеу керек, не істесек болады. Қалай қалпына келтіреміз, комментарийға жазыңыздар. Ал, роботтар, не істейміз? Біз бар. Ұйықтаймыз. Шаршадыңдар ма? Иә. Ұйықтайтын уақытымыз болды. Жатыңдар, роботтар. Біз ұйықтағаннан кейін ұйықтаймыз. Біз әйтпесе көңіліміз шұғылдата береді. Қызыл кнопкалеріңді басайын. Түнк. Түнк. Ал, ұйықтаңдар. Мен бұларды қалпына келтіруге бірдеңе ойластырайын. Не істеуге болады. Комментарий жазыңыздар, достар. Мен комментарийді оқиды. Достар, сіздердің барлық комментарийлеріңізді оқитын боламын. Сол үшін бізге комментарий жазыңыздар. Тағы да қандай видеолар түсірейік. Соны да жаза кетіңіздер, челлендждер, блогтар, вайндар. Бізбен бірге болыңыздар. Енді бұл екі қыз қалай робот қайнап кеткен түсінбей отырмын. Еще бірдей күнде болған ғой. Не істеуге болады, қалай өмірім. Неге бәрі көрсетіп екен. Мамаға тұрған сияқты. Мә, не болды сендерге? Білесің бе, біз деген Жаңа сендер егіздер едіңдер ғой, еще робот едіңдер. Мама, жоқ, біз түсінуге сондай нәрсе көрдік. Сіз робот болып кеттік, сен не істеймін деп отырсың. Біз екі болдық, еще мен лезгинка билеп арай таппақ айтты. Ол шын өмірде болды, екеуің шынымен робот болдыңдар. Несіне көрген? Соғы. Түсінде мен еще видео түсіріп жүрмін ба сендерді? Жоқ. Ол қалай сонда? Білмеймін, сен бір нәрсе деп айтасың, достар деп. Шынымен сендер деген егіз болып кеттіңдер ғой? Жоқ, шынымен көрдік қой, қойшы өткен айтасың. Түс көрдіңдер ма сонда, бәрі түс па? Иә. Достар, түсімізде болдық дейді ғой. Екеуден шынымен робот Достар, біздің мини-блогымыз, мини екі робот ұнаған болса, лайк басыңыздар, комментарий ұнады деп жазыңыздар. Ал, всем пока-пока. Пока-пока.